нысандарын тау, жазық, көлдер мен өзендер шаруашылық маңызын анықтау. Енді қазір барымыз осы тақпақта айтып шығайық, тұрамыз орнымыздан. Бастаймыз. Қайырлы күн тақпақ, жайқалы өссін өсімдік, жайнай берсін орманымыз, биік болсын тауларымыз, сәтті болсын сабағымыз. Жақсы, отырды. Ал енді бүгін сабақта не туралы сөйлесеміз, ребусты шешіп көрейік. Бірінші сөз осы ребус болады. Жоқ, емес. Мынау тауық. Аяла, отыр. Жақсы, отырды. Тау, жақсы. Отыр. Так, молодец. Так, мынау не? Ойыншық. Ойыншықтар деуге болады. Үлкендеп жазбаймыз. Қазір менде сабақ болып отыр. Бір 15 минут теңізім алмай, жақсы ма? Дені шығып тұру соңғысы. Ойыншықтар. Және мынау кім? Патша. Жоқ, қазір бірге мынаны нетсін, сен мынаны шешесің, Анарда ойыншықтар емес, ойыншық екен. Аяла. Тау ойын. 2, 3, 4, 5. Тау ойын. Патша. Қандай сөз шықты? Арамен бірге. Жоқ, тау бөлек. Ойбат деген сөз шықты. Отыр аяла. Мына бізде қай мезгілі? Көктем. Жаз. Жаз, а мынау не? Уық. Екі тұр. Неге алдынан ғой? Алдынан. Мұғалім ол. Уық деген жер істеп отыр ғой, жаз деген. Дұрыс? Жоқ. Уықтың алдынан. Бір ұтыр. Бір әріпті алып тастайсың удан. Уықтың алдынан. бір әріпті. Сөз қандай шығар? Жауық. Жоқ. Сен ортасынан алып тастадың ғой? Мынаны аласың. Бірінші. Сөз қандай шығар? Жазық. Біз жер бедері туралы сөйлесеміз, е? Тау, жазық және ойпаттар туралы. Отыр. Келесі. Енді қазір видеоны қарап тұрдыңдар. Бейнеролик.
түспен беріледі. Кейбір жерлерде ойыш жазықтар кездесе, жазықтың бұл түрін ойпат деп атайды. Мысалы, Каспий маңы ойпаты теңіз деңгейінен төмен орналасқан, және ол картада қою жасыл түспен белгіленеді. Жер бетінің өте биік жерлерін тау деп атайды. Таулар алуан түрлі болады. Биік таулардың беткейі тік жарба, қия болып келеді. Таулардың көбісінің ішінің қар басып, мұздық құрсап жатады. Мұздықтардың ішіне әртүрлі болады. Кейбіреулері төменге қарай үшкірленіп бітсе, ал кейбіреулері шың басына киілген қалпақ тәрізді болады. Таулардың арасын аңғарлар бөліп жатады. Олардың кейбіреуі тар әрі терең болады. Оны шатқал деп атайды. Шатқалдардың бойымен таудың асау өзені ағып жатады. Кейде аңғарлар үлкен аумақты алып та жатады. Жақсы, енді балалар көрдіңдер, бейне жазба, енді қазір картамен жұмыс жасаймыз. Сендердің алдарында карта бар. Бірінші топ, сендер дәптерге жазып пен ойпаттарды тауып жазасыңдар дәптерге, ал сендер тауларды жазасыңдар. Қазақстанда қандай таулар бар екен. Дәптерге ашамыз. Море, Каспий ойпаты. Қайдағы ойпаты. Жасап Каспий ойпаты. Жазбалыңдар ойпаттарын, жазықтарды. Бізге тау едік, тау. Қандай топ болды? Болды ма? Бірінші топта болдық, да? Байка, оқып шықшы. Нені жазып қойды? Каспий ойпаты, қаш баны жазығып, Тұран ойпаты, Тұран ойпаты, сендер ұлда? біз болған жоқпыз. Нешеуін жазыңдар? Біз үш. Біреу, екеу, үшеу. Әлі болған жоқсың бәрі? Енді Талғар, Алтау, Тарбағатай. Отличная команда. Жазық деген. Тау туралы балалар. 82-ші бетте сендер оқисыңдар. 82-ші бет
Сендер оқисыңдар, ал 83-ші бетті осы оқу. Сендер жазық туралы оқыңдар. Оқып шығыңдар, сосын өз ойларыңды айтасыңдар. Жазық деген бұл жер бетіндегі біркеліктегі келетін түш. Жер бетінің айналасынан дәуір биік тұсы. Адамдар тауда, жазықты өзен, көл маңында, шөл далада, сусыз жерде өмір сүре алмайды. Алады. Таудың жаңа. Жоқ, сен тау деген оқыдың ба? Иә. Болды. Так, енді кітабымызды шетке қоямыз да, дәптерге қазір ысқырып диктант жазамыз. Ысқырып диктант дегенде, ысқыратын жерде сендер сөзді жазу керексің. Қандай сөз? Жақсы ма? Иә. Мұғалім ысқырып диктант жазайық па? Жоқ, сендер мен айтқанды жазасыңдар. Мысалы, мен оқимын сендерге. Бұл жер бетінің айналасынан едәуір биік тұсы. Бұл. Сықырам, сол сықырған жерге сендер сол сөзді жазасыңдар. Ол не екен? Жақсы ма? Бұл жер, жазамыз. Бұл жер. Бетінің айналасынан едәуір биік тұсы сызықша. Бұл не? Бұл не? Өздерің жазасыңдар. Жоқ, бұл не деген сөзді сұрақты жазбайсың, сөзді жазасыңдар. Бұл жер бетінің айналасынан едәуір биік тұсы сызықша. Ол қандай сөз екен? Едәуір биік тірсе бұл не? Екінші. Бұл жер бетінің біркелкі тегіс болып келетін тұсы. Бұл. Бұл. Жазамыз мен бас. Едәуір дегеннен кейін не? Едәуір биік тұсы. Мен екіншіні қазір айтып отырмын, е? Бұл жер бетінің